Қазіргі тренд болып жатқан турецкий картошка дейді. Бұл негізінде картошка емес, бұл булочка. Енді осының рецептін сіздермен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен нанымызды жақсылап ашытып аламыз. Оның описанияға барлық грамын жазып кетемін. Нанымыз жақсылап көтерілгеннен кейін оны 100 граммдай қылып бөліп қоямыз барлығын. Содан кейін бетін жауып, кішкене көтерілгенше жауып қоямыз. Оның ішіне салмасын дайындаймыз. Бізде картошканы жақсылап пісіріп аламыз. Оның үстіне жуамызды қуырып саламыз. Оның үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды және де қызыл бұрыш немесе паприка салуға болады. Оны қалауларыңызбен саласыздар. Жақсылап барлығын араластырамыз да сырды үлкен бөлшекке кесіп аламыз. Нанымыз біздің кішкене көтерілді. Осы нанымызды алып, бір пішін, картошканың пішінінде қылып жасап алып, ең бірінші сырымызды саламыз. Содан кейін барып үстіне жаңағы дайындалған саламыз картошканы. Картошка сияқты қылып картошканың формасына келтіреміз. Біздің нанымызды дайын болғаннан кейін картошка пішіндес нанымызды ұн мен какао араласқан ұнға араластырып аунатып аламыз да. Содан кейін картошка ұқсау үшін біз картошканың тесігі сияқты тесіктерді саламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, алдағы уақытта видеолармен таныс болу үшін. Осыны дайын болған қамырымызды 180 градусқа 25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің картошкамыз дайын болды.